Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Нұрдың Әбділдаға көшуі. Сол заманда киелі кітап түскен қауымның діни ғұламалары пайғамбардың әкесі Әбділданың дүниеге келуін болжап күтіп жүрді. Олардың қолында сәуегейлік кітаптары бар еді. Сол кітаптың бірінде пайғамбар нұрының нышандары анық жазылғантын. Шахид болып, залымдардың қолынан қаза тапқан Жақия пайғамбардың көйлегі қызыл қанға малынған еді. Ол қанды қанша жуса да кетпейтін. Ақыр заман пайғамбары туылардың алдында көйлектегі қанның ізі өзінен өзі өшіп жоқ болды. Бұл анық белгі еді. Сәуегейлер пайғамбар әкесінің үйленгелі жүргенін осыған қарап бірден болжады. Олар Әбділдаға өздерінен бір қызды қалыңдыққа айттырып беруге разы еді. Осылайша пайғамбардың нұрын өздеріне көшіріп алғысы келді. Олар бұл істі дұрыс ниетпен істеді. Пайғамбардың нұры үшін талас қызып жатты. Нұрдан дәмелі жұрт араға адам салып, құдалық ниеті барын үсті-үстіне білдіріп жатты. Бірақ әкесі ұлы 25 жасқа толғанша қалыңдық іздемейтінін ескертті. Әбділданың бойындағы нұрды ұрлап алуды жын-перілер де армандайтын. Олар небір сұлу, ару қыздарымен Әбділданы арбап, тозақ құрады. Жол бойында керілген кербездер көркем сөздермен оны еліктіретін. Оның жолын тосып, сиқырмен азғыратын. Бірақ ұлы Алла Әбділданы барлық жамандықтан қағып отырды. Тіпті Әбділданы пұтқа табынудан да сақтады. Бір күні Әбділда пұтханаға кіргісі келгенде беліндегі нұр оған бөгет жасайды. Ол әкесіне келіп, пұтханаға барсам болды, белімнен бір нұр пайда болып, кіруіме кедергі жасайды. Ылғи төбемде тұрады. Құлағыма бір әуез келіп, Әзіреті Мұхамбеттің қасиетті нұры саған аманат етілген, оны таза ұста деп сыбырлады. Қураған ағаштың саясында отырсам да, ағаш ғайыптан көгеріп, маған көлеңке береді. Лас жерге қадам бассам, топырақ қозғалып, маған таза жол ашады. Бұлаққа барсам, мөлдір су ағады. Әке, бұл не хикмет деді. Әбдімүтәліп, әй балам, ақырдың пайғамбары сенің перзентің болады. Сенің көрген білгенінің бәрі соны меңзейді. Мен де сен сияқты белгілерді байқағанмын. Бұл пайғамбарлардың мырзасы біздің ұрпақтан шығатынын аңғарып тұр деді. Бір күні залымдар Әбділданы өлтіруді ойға алады. Олар 70 адам болып келіп, Әбділданы қоршап алады. Сол кезде Уақып ибн Манап деген кісі келе жатып, кездейсоқ залымдардың үстінен түседі. Ол Әбділдаға болысып, қалың қолға жалғыз өзі тура шабады. Сол кезде көктен салт атты періштелер жасағы қабаттаса енеді. Олар жендеттердің бәрін қырып салады да, ізінше көзден ғайып болады. Уақып Әбділданы үйіне алып келеді. Ас ауқатын беріп жақсылап тынықтырады. Оның үйінде Әмина есімді бой жетіп қалған қызы бар еді. Оның сыпайы әдебі мен сынық мінезі Әбділданың жүрегіне шоқ болып түсті. Осылайша Әбділда Әминаға ғашық болып қалады. Үйіне оралған соң Әминаны айттырып, Уақып ибн Манапқа кісі жібереді. Әбдімүтәліп қалың малына 100 түйені қиналмай береді. Осылайша 2 жас отау құрып, шаңырақ көтереді. Асыл пайғамбардың құтты нұры Әминаның құрсағына аман есен барып жайғасты. Аманат діттеген жеріне ақыры жетті. Сол заманда Шам патшасының Фатима деген сұлу қызы болатын. Ол кітапта баяндалған құпия сәуегейліктен хабардар еді. Әбділдаға тұрмысқа шығу үшін Меккеге жол тартып, үнемі Әбділданың жолына шатыр тігіп жататын. Оны байлықпен, сұлулықпен арбаса да өзіне қарата алмады. Ол Әминамен некесін қиған күні әдеттегідей Фатиманың шатырының жанынан өтіп бара жатады. Бірақ бұл жолы Фатима алдынан шықпады. Әбділда түсінбей шатырға қараса, Фатима қара жамылып жылап отыр екен. Фатима, сен неге қайғырып отырсың деді. Фатима,
Әй Әбділда, мен бұл жерге қасиетті нұр үшін келдім. Ең ардақты пайғамбардың анасы атанбақ үшін алыс сапардың азабын арқаладым. Амал нешік, ондай бақыт маған нәсіп болмады. Осының өкініші өзегімді өртеп барады. Ендігі жерде саған тілерім, хақ тағалам сенің перзентіңді қара ниет залымдардың зарарынан сақтасын, деп көкірегі өкініштен қақ айырыла жаздап, әзер дегенде жауап берді. Сосын шатырын жинастырып, еліне қайтуға айналды. Оқыған Перизат Әділқызы, назарларыңызға көп рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалғасы бар.